Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы еңбек стажы. Бұл тақырып әлеуметтік қамсыздандыру құқығының маңызды ұғымдарының бірі болып табылады. Себебі еңбек стажы әрбір азаматтың әлеуметтік құқықтарын, соның ішінде зейнетақы мен жәрдемақы мөлшерін, сондай-ақ әлеуметтік төлемдерге ие болу құқығын айқындайды. Дәріс барысында біз еңбек стажының түсінігі мен түрлерін, оған енетін кезеңдерді, сондай-ақ стажды растау тәсілдерін және куәгерлердің айғақтарының құқықтық мәнін қарастырамыз. Бұл тақырыптың өзектілігі қазіргі таңда еңбек қызметі туралы мәліметтер тек қағаз түрінде ғана емес, электрондық жүйелер арқылы, мысалы, e-gov порталы, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының деректері да жүргізілетіндігінде. Сондықтан, еңбек стажын дұрыс есептеу мен құжаттау әрбір азаматтың әлеуметтік кепілдіктерін қорғаудың негізгі шарты болып табылады. Дәрістің мақсаты мен міндеті еңбек стажының мәнін, түрлерін және оның әлеуметтік қамсыздандыру жүйесіндегі рөлін түсіндіру, еңбек стажын анықтайтын құжаттар мен куәгерлік айғақтардың маңызын ашу. Дәрістің өзектілігі еңбек стажы азаматтардың әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы негізгі құқықтарының бірі. Ол зейнетақы мен жәрдемақы төлемдерінің мөлшерін айқындауда шешуші рөл атқарады. Сондықтан еңбек стажын дұрыс анықтау мен құжаттау әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз етудің маңызды шарты. 5-ші тақырып. Еңбек стажы. Дәріс сабағының жоспары төмендегідей. 1-ші сұрақ. Еңбек стажының түсінігі, түрлері және оларға енетін кезеңдер. 2-ші сұрақ. Еңбек стажын растайтын құжаттар. 3-ші сұрақ. Куәгерлердің еңбек стажының болғаны туралы көрсетулері. 1-ші сұрақ. Еңбек стажының түсінігі, түрлері және оларға енетін кезеңдер. Еңбек стажы азаматтың еңбек қызметінің ұзақтығын сипаттайтын құқықтық санат. Еңбек стажының түрлері. Жалпы еңбек стажы адамның еңбек қызметінің жалпы ұзақтығы. Арнайы еңбек стажы ерекше еңбек жағдайларында істеген уақыт. Үздіксіз еңбек стажы бір жұмыс орнынан екінші жұмысқа үзіліссіз ауысқан кезеңдер. Сақтандыру. Зейнетақы стажы міндетті зейнетақы жарналары төленген кезеңдердің жиынтығы. Еңбек стажына енетін кезеңдер. Еңбек шарты бойынша жұмыс істеу уақыты, мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді орындау уақыты, әскери қызмет пен баламалы қызмет кезеңі. Уақытша еңбекке жарамсыздық, жүктілік пен босану демалысы кезеңдері. Баланы 3 жасқа дейін бағып, күту уақыты, жұмыссыз ретінде тіркелген және жәрдемақы алған уақыт. Еңбек стажына енетін кезеңдер. Бұл қызметкердің еңбек өтілін есептеу кезінде ескерілетін уақыт аралықтары. 1-шіден, еңбек шарты бойынша жұмыс істеу уақыты еңбек стажының негізгі бөлігі болып табылады. 2-шіден, мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді орындау уақыты да еңбек стажына қосылады. 3-шіден, азаматтың әскери қызметте болған, не заңмен белгіленген баламалы қызмет атқарған кезеңі де еңбек стажына қосылады. Бұл, борышын өтеу кезеңі болғандықтан, еңбек өтілі ретінде танылады. 4-шіден, уақытша еңбекке жарамсыздық кезеңі, яғни еңбекке қабілетсіз болып, дәрігерлік анықтамамен жұмыстан босатылған уақыт, сондай-ақ жүктілік пен босану демалысы да еңбек стажына енгізіледі. 5-шіден, бала күтімі бойынша демалыс кезеңі, 3 жасқа дейінгі баланы бағып, күту уақыты да еңбек стажына кіреді. 6-шыдан, жұмыссыз ретінде тіркеліп, әлеуметтік жәрдемақы алған уақыт та еңбек стажына есептеледі. Бұл азаматтың ресми субъект, әлеуметтік құқықтарының сақталатынын білдіреді. Қорыта айтқанда, еңбек стажына енетін кезеңдер азаматтың еңбек қызметін, қоғамдық және әлеуметтік жауапкершіліктерін толық қамтиды, және олардың құқықтарын қорғауға бағытталған маңызды құқықтық механизм болып табылады. Еңбек стажын растайтын құжаттар бұл азаматтың еңбек қызметін, жұмыс істеген кезеңдерін және еңбек өтілін дәлелдейтін ресми дерек көздер. Мұндай құжаттар адамның әлеуметтік және зейнетақылық құқықтарын, еңбек өтіліне байланысты жеңілдіктер мен төлемдерді алу мүмкіндігін айқындауда маңызды рөл атқарады. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, еңбек стажын растайтын негізгі және қосымша құжаттар тізбесі бар. 1. Негізгі құжаттар. Еңбек кітапшасы.
Ең басты және ресми құжат еңбек кітапшасы болып табылады. Ол қызметкердің жұмысқа қабылданған, ауыстырылған және жұмыстан босатылған уақыты туралы мәліметтерді қамтиды. Сонымен қатар, еңбек кітапшасында марапаттар, көтермелеулер мен басқа да еңбек жетістіктері тіркеледі. Еңбек кітапшасы 2015 жылға дейін міндетті түрде жүргізілетін негізгі құжат болатын. Қазіргі таңда көптеген мәліметтер электронды форматта сақталады. Екінші, еңбек шарты келісім шарт. Еңбек шарты қызметкер мен жұмыс берушінің арасындағы еңбек қатынастарын ресми түрде бекітетін негізгі құжат. Бұл құжатта еңбек қызметінің басталған және аяқталған күні, жұмыс уақыты, лауазымы мен еңбек ақысы көрсетіледі. Еңбек шартының көшірмесі немесе нөмірі еңбек өтілін растау үшін негіз бола алады. Үшін жеке табыс салығы мен әлеуметтік аударымдар туралы анықтамалар. Мемлекеттік кірістер органдары мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан алынған зейнетақы жарналарының аударымдары туралы мәліметтер де еңбек стажын растаудың маңызды құралы. Егер азаматтың атына зейнетақы аударымдары тұрақты түскен болса, бұл оның нақты еңбек еткенін дәлелдейді. Қосымша балама құжаттар. Кейбір жағдайларда еңбек кітапшасы немесе еңбек шарты болмаған жағдайда еңбек стажын төмендегі құжаттармен растауға болады. Бірінші, мұрағаттық анықтамалар. 2. Жұмыс орнындағы бұйрықтардың көшірмелері. 3. Әскери билет немесе әскери қызметті өткергенін растайтын анықтама. 4. Сот шешімі немесе куәгерлердің айғақтары ерекше жағдайларда. Егер еңбек кітапшасы немесе өзге ресми құжаттар жоғалған болса, еңбек стажын сот арқылы растауға болады. Электрондық форматтағы деректер. Қазіргі уақытта Қазақстанда электрондық еңбек биржасы және портал арқылы еңбек қызметі жөніндегі деректер цифрлық түрде сақталады. Бұл жүйелерде еңбек шарттары туралы мәліметтер, әлеуметтік және зейнетақы аударымдары, жұмыс берушілер мен қызметкерлердің еңбек қатынастары жөніндегі ақпараттар жинақталады. Электронды форматтағы деректер еңбек кітапшасының заманауи баламасы болып табылады және еңбек стажын растау кезінде ресми құжат ретінде қабылданады. Еңбек стажы азаматтың жұмыс істеген уақыты, оның әлеуметтік қамсыздандыруы, зейнетақы алуына әсер етеді. Кей жағдайда еңбек өтілін растайтын құжаттар жоғалып немесе сақталмай қалуы мүмкін. Осындай кезде азаматтың еңбек қызметі куәгерлердің айғақтары арқылы расталады. Куәгерлердің көрсетулері, құжаттар болмаған кезде қолданылатын ерекше дәлелдеу тәсілі, азаматтың еңбек жолын қалпына келтіруге мүмкіндік беретін әлеуметтік әділдік құралы. Куәгерлерге қойылатын негізгі талаптар, 2 немесе одан да көп адам болуы тиіс, азаматпен бірге жұмыс істеген, нақты еңбек қатынастарына куә болған болуы керек, өздерінің де еңбек қызметі сол уақытта ресми расталған болуы қажет. Рәсімдеу тәртібі, азамат өтініш береді, құжаттар жоқ екенін дәлелдейді. Комиссия немесе сот куәгерлерді шақырып, сұрақтар қояды. Куәгерлердің жауаптары хаттамаға енгізіледі. Көрсетулер расталған жағдайда еңбек стажы ресми түрде танылады. Құқықтық маңызы. Куәгерлердің айғақтары заңды дәлел, бірақ қосымша сипатта болады. Сот немесе әлеуметтік қорғау органдарының шешімімен заңдық күшке ие. Еңбек өтілін анықтауда құжаттар жоқ болғанда негізгі дәлел ретінде қабылданады. Қорытынды. Куәгерлердің көрсетулері азаматтың еңбек құқығын қорғаудың маңызды тетігі. Бұл тәсіл өмір бойы адал еңбек еткен, бірақ құжаттық дәлелі жоқ адамдардың зейнетақы және әлеуметтік төлемдер алу құқығын қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Осы дәріс сабағында пайдаланылған қайнар көздер мен әдебиеттер тізімі: Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы Қазақстан Республикасының заңы, міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңы, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы Қазақстан Республикасының заңы, Иманбердиевтің Қазақстан Республикасының әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Шымкент, 2018 жыл. Құрметті білім алушылар, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен біздің кезекті дәріс сабағымыз аяқталды. Егер дәріс мазмұны бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, беймарал қойыңыздар. Сіздің сұрағыңыз